Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде әтеш көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсте әтеш бұл екі мағыналы символ. Ол бір мезгілде батылдық пен намысшылдықты білдіреді. Бұл белгінің түсінде пайда болуы жақсы да жаман да болуы мүмкін. Түсіңізде әтеш көрсеңіз, жақын арада түс көрушіні даулар мен қақтығыстар күтіп тұрғаны туралы ескерту. Әтештерге жем беру басшылықтың мақтауын білдіреді. Түсіңізде әтештің басын кесіп тастасаңыз, туыстарыңызбен жанжал шығады. Түсіңізде қара әтеш сізге ықпалды адамның көмегі қажет болады. Түсінде қыз бала әтешті көрсе, тұрмысқа шығып бақытты болады. Түсіңізде ақ әтеш көрсеңіз, сәттіліктің символы. Сіз қолға алған кез келген іс қиындықсыз табысты болады. Басқалар құрмет көрсетеді. Түсіңізде таңертең әтештің айқайлап жатқанын көрсеңіз, сәтті неке мен отбасында гүлденуді уәде етеді. Түсінде әтешке айналғанын көрген адам тез өлімді білдіреді. Түсіңізде әтештер төбелессе, әріптестермен бәсекелесті білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.